Көңілді көңілсіз. Көңілді көңілсіз. Көңілді көңілсіз, көңілді көңілсіз. Бір-екі, я, жоқ. Қолымнан келді. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, Мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Нағыз дос. 18-ші бөлім. Қайырлы таңда, Зиджо. Сен печенье алуға келдің бе? Я, Пинки, әрине. Кек ханым саған арнап сұлы печеньесін пісіріп қойды. Жақсы болды ғой. Роуз, лала гүлдерің былтырғыдан да әдемі болып өсіпті. Гүлдер көрмесінде бірінші орын алатыныңа сенімдімін. Рахмет, Пинки, біреуін берейін бе? Әрине. Көрікті болып кетіпсіз, Уэдл мырза. Әдемі галстугыңызды тағыпсыз. Рахмет, Пинки беш, мақтауымды асырып жібердіңіз. Туған күніңізбен, Черли ханым. Рахмет, Пинки. Өткен туған күніңізбен, Зикора. Рахмет, Пинки, байбикеш. Матильда ханым, туған күніңізбен. 132 күннен кейінгі. Пинки пай, барлық пони туған күнін қалай есіңе сақтайсың? Понилердің бәрімен доспын. Достарымның күлімдегенін ұнатамын. Міне мен Пинки пай, сәлем. Ал жағдайың қалай? Сәлем бердік. Бүгін сәтті өтсін сендерге тілерім. Қандай күйде жүрсең, қалайсың? Қайғырсаң, қуансаң, бәрі жақсы. Көтеремін көңіл күйді, қане күлімдеші. Қане достар күлімдеші. Көңілді көктемнің нұрын сезінейікші. Күлімдеп, қанеки достар күлімдейікші. Көктем нұрын сезіндім. Көргім келетіні сендер, жан достарым менің. Иә, сендер қуанып күлсеңдер, мен де жадыраймын. Солай, қайғыға салынсаң, әлде жабырқасаң, бар күшімді салып сенің, көтерем көңіліңді мен. Өткеніңнен жақсы білемін, бәрінде мен достарымды күлдіремін емін. Күлейікші қане біріміз, міне осы тілегім. Басыңа кейде қайғы түссе, сағынсын басың. Досың Пинки келеді, ұмытарсың қайғыңды. Әлемге бар ғой бір құпия, қазір айтамын. Сырласып жиі достармен көңіл көтер. Сендерді қуантамын, өзім риза болам. Еңбегін еш кетпейді деп бір қуанып қалам. Көңілдеріңді көтеремін, үнемі осынша өзіме риза боламын. Ризамын, сонда еңбегім еш жетпейді деп бір қуанып қалғанмын. Нұрға бөлейікші жүректерді, риза қылайық понилерді. Үнемі көңілденіп жүрейік, күл әлемді қуантайық. Нұрға бөлейікші жүректер
Сені бұрын көрген емеспін. Өзің ақылды екенсің. Рахмет, мен Пинки Паймын. Сен кімсің? КДЕ меншігі. Демек, Е деген есек болды ғой, солай ма? Ақылды екенсің. Ал К деген нені білдіреді? Кельвин, Калхун, Калеб, Карл, Кармен, Карлос, Карлик, Костер, Кико, Клаудио, Клифус, Клиффорд, Конри, Корнелиус, Кортес, Крейг, Кристобал. Крэнки, ұқтың ба? Ал тегін кім? Дудл. Түсінбедім? Дудл. Қайталаш. Дудл. Демек, есек Крэнки Дудл екенсің ғой. Көргеніме ризамын мен, сен жақсы есексің. Крэнки Дудл біліп қойшы, мен жан досың Пинки Пай. Қане Дудл, күлімдеші. Күлде. Мені ешкім Дудл деп атамайды. Ой, не болып кетті өзі? Біз кездестік, дұрыс. Өзімді таныстырдым, дұрыс. Сосын мен ән айттым, дұрыс. Біз дереу достастық, дос емес. Түсінсе бермасын. Неге? Ол менімен достас алмайды. Әлде бірдеңе деп қойдым ба? Әні мұнамады ма? Мұны анықтайтын уақыт жоқ, Пинки. Қалаға жаңа тұрғын келді, онымен дос болуым керек. Крэнкиді күлдіріп, оның нағыз досы болуға тиіссің. Дұрыс. Сонымен, Пинки, Крэнкимен дос болу үшін ең жақсы қасиеттеріңді көрсетуің керек. Қане алға. Жағдайың қалай, Крэнки Дудл? Сен Панивилияға көшіп келдің бе, Крэнки? Оны қайдан білдің? Мұна заттарды көрген соң білдің бе? Мен саған бәрін көрсетем. Достары үнемі осылай істейді. Мұна айтайын, қыз. Мен өмір бойы Эквестрияда саяхаттаумен келем. Менің достарым көп. Жаңа достардың қажеті жоқ. Достары артық болмайды. Жақсы, бар да өзіңе жаңа дос ізде. Не үшін? Осында қалып сенімен достасам да болады ғой. Солай емес пе? Тыңда, мен... Крэнки, мені Пинки деп аташы өтінем. Достарым мені солай атайды. Біліп қой, қыз. Мен Панивилияға тыныш, өз естеліктеріммен өмір сүру үшін келдім. Бірақ арманым бар. Жаңа үйіме жетіп, заттарымды орналастыру. Мынау не өзі? Тиіспе. Ал мынау ше? Өтінем, тиіспеші. Мәссаған! Пинки, қане тез менің арбамнан түс. Жарайды, Крэнки. Мен сенің арбаңа тиіспеймін. Өзімнің арбам бар. Ол қарсы алуға арналған. Түсінікті. Біз енді қайтсек де дос боламыз, Крэнки. Тым құрыса, сені дұрыстап қарсы алуыма рұқсат етші. Жарайды. Тек тезірек қарсы ал. Енді дұрыс болды. Бұл керемет күнде саған сәлем деймін. Танысқаныма қуаныштымын, досым. Жаңа көршім болдың, неткен керемет күн. Жан досыма қош келдің, Панивилияға. Ал енді... Жоқ! Мәссаған! Мен түрлі түсті қағаздың орындарын шатастырып алыппын. Қайтадан. Дәмді жеп көрш. Мұны жесең көңілің көтеріледі. Ол қайда? Қайда? Нені айтасың? Өрмекші, үлкен өрмек. Тоқта, қойсаңшы. Бұл сенің паригің бе? Аа, Қазір, ей, бәрің тыңдаңдар. Кімде париг бар? Не дейді, парик? Сұғай. Мына есі нағыз тақырбас екен, тақырбас. Күлетін несі бар? Бұл өте маңызды мәселе.
Тақырбасын жасыру үшін Кренкиге парик керек. Жетер енді. Досымнан айырылатын болдым. Тоқта, Кренки, өтінемін. Қателігімді түзеуге мүмкіндік берші. Жоқ. Өтінем. Қыздар, шұғыл шаруа бар. Кренкиге көмек қажет. Сәлем, бұл сыйлық. Маған алдыңғы сыйлығың да жетеді. Ештеңе жарылмайды, өте берем. Ашшы. Бұл жаңа парик. Оны Рерити жасады. Ол мұны ғажап қайық деп атады. Әдемі екен. Рахмет. Көңілі жіби бастады, бірақ сонда да күлмейді. Сәлем, не істеп жатырсың, досым? Не істеп жатыр деп ойлайсың? Жаппай сатылымға ұқсайды. Мынаны мен алам. Мен заттарымды сатпаймын, оларды шығарып жатырмын. Неге маған айтпадың? Айттым ғой. Әдемі бұйым екен. Қайдан сатып алдың? Манхэттеннен. Орнына қой. Рас па? Ол жерге не үшін бардың? Досымды табуға тырыстым. Мен ылғи да дос іздеп жүремін. Бүгін сені таптым. Қандай керемет, е? Ол ерекше досым болады. Мен сияқты ма? Жоқ, сен тым ерекшесің. Дұрыс. Мәссаған, ал мынаны қайдан алдың, Кренки? Филадельфиядан. Өте әдемі екен. Иә, ол әдемі болатын. Затты айтып тұрмын, иә, әдемі, орнына қой. Қане, қой орнына. Кренки мынаны қайдан алды екен, а? Мәссаған. Ей, Кренки, тыңдаш. Ей! Қап! Сен не дедің? Сен не бүлдірдің? Болды, енді болды. Жоқ, болған жоқ. Кітап су болды. Өкініп тұрмын, Кренки. Өкініп тұрсың ба? Олай болса бәрі дұрыс. Рас па? Жоқ. Тыңда, мен ешқашан сенімен дос болмаймын. Ешқан. Рас па? Ешқашан ба? Ешқашан. 4 рет ешқашан деді, демек? Ешқашан деген сөз? Ешқашан! Мен бұған сене алмаймын. Кренки менімен ешқашан дос болмайтын айтты. Бұл сұмдық қой. Бұл нағыз сұмдық. Сенің қатты қиналып тұрғаныңды білем. Өйткені бәрімен доссың ғой. Бірақ Кренкимен дос бола алмайтыныңа көндігуіңе тура келеді. Ол мазасын алғандарды ұнатпайды. Иә, ол ерсі қылықтарыңмен мазалағаныңды қаламайды, Пинки. Рейнбоу! Жоқ, кетпейді. Айтқан сөздеріңді түсініп тұрмын. Кренкиді жайына қалдыратын шығармын. Тек алдымен одан кешірім сұраймын. Кешірім сұраймын! Кренки! Жоқ! Мені жайыма қалдыр. Тоқта! Менімен дос болғың келмей ме? Жоқ, болғым келмейді. Мен жай ғана кешірім сұрағым келген. Өте жақсы, кешірім сұрадым. Сен мені кешіресің бе? Жоқ! Кренки, мені кешірші өтінемін. Жоқ! Бірақ мен шынымен. Шынымен. Кренки, өтінемін. Мені кешірші, шын айтам. Шынымен, өтінемін. Кешірші, шынымен. Өтінемін. Кешірші. Кренки, өтінемін. Мені кешірші. Кінәмді жуып шаюым үшін. Бәрін істеуге дайынмын. Бәрін. Сен іштен істей алмайсың. Альбомды бүлдірдің.
Ол туралы естеліктің бәрін жойдың. Ол туралы ма? Ол кім өзі? Ерекше досың ба? Жоғалар мен, Пинки. Крэнки, бұл тағы мен ғой. Менімен дос болғың келмейтінін, мені кешіргің келмейтінін түсінем. Бірақ сені мазалай бермеуім үшін бүлдірген альбомымның есесін қайтарғым келе. Жоқ, қайтармай-ақ қойшы. Сен не істесең де бәрін білдіресің. Сондықтан керек жоқ. Мәссаған, сен әлі өзгермепсің. Мүмкін емес. Шынымен бұл сенсің бе? Иә, мен Матильда. Бірақ, қалай? Пинки. Бірақ, мен саған ол туралы айтқан жоқпын ғой. Айтудың қажеті жоқ. Мен екіге екіні, сосын екіні қосып едім, Матильда шықты. Не? Сыйларың жайлы сөз болғанда ерекше досыңды іздеп жүргеніңді айтқансың. Дегенмен, мен дүниеге кеше келген жоқпын. Жоқ, туған күніме дейін 75 күн бар. Сосын, альбомыңнан үлкен мерекелік жарыстың билеттерін тауып алдым да, бұл жайттардың бәрін біліп алдым. Оларды бұрын қайдан көруің мүмкін? Негізі оның бәрі менің альбомымда да бар. Сосын, мұны Матильданың альбомынан көрдім. О, Матильда, екеуміз кездескен кеш өмірдегі ең ғажап кеш болатын. Өзіңді қайтадан көргім келді. Бірақ ертеңіне келсем, кетіп қалыпсың. Сен менің хатымды алмадың ба? Жоқ, ештеңе таппадым. Содан бері бір қаладан екінші қалаға көшіре бердім. Сені бүкіл Эквестриядан іздедім. Ақыры тағдырға бойынсынып, сен іздеуді доғарайын деп, Панивилияға қоныс аудардым. Мен осы уақытқа дейін Панивилияда тұрдым. Күндердің күнінде мені тауып аларсың деп үміттенетінмін. Дудал. Матильда, оны олай атауға болмайды. Матильда ғана атай алады. Дудал. Өзіңді көргеніме қуаныштымын. Сен мені кешіретін болдың ба? Я, Пинки, мен сені кешірем. Және өзіңді дос деп атау мен үшін зор мәртебе. Алақай! Бұл қандай керемет! Біз енді әңгімені айтып, ән салып көңіл көтере аламыз. Сендер үшін мереке ұйымдастырам. Оны Панивилияға қош келдіңдер. Мен жоғалған досымды таптым. Пинки Пайдың үйіндегі сауық кеші деп атаймыз. Жарайды ендеше, шағындау бірдеңе ұйымдастырайық. Пинки, саған шексіз ризамыз. Бірақ Матильда екеуміз біраз оңаша болғымыз келеді. Бірақ біз доспыз ба? Пинки, көңілімді көтеру үшін бәрін істедің. Әрине, біз доспыз. Керемет! Құрметті Селестия ханшайым, менің достарым әртүрлі, сондықтан әрқайсысына әртүрлі нәрсе ұнайды. Кей достарым бірге жүгіргенді, күлгенді, ойнағанды жақсы көреді, ал кей достарым оңаша болуды ұнатады. Бұл да жаман емес, бірақ дос арасындағы ең бағалы нәрсе досыңды көре білу. Бұл Крэнкидің адал жүрегі, махаббатын іздеді. Олар енді қайта кездесті, олар қайтадан кездесті. Пинки! Ой, болды, кешіріңдер. Тамақ дайын. Кімнің қарны ашты? Бәріңе жетеді. Асықпаңдар. Бұл саған көжекеншім. Жарайды, талғампаз, сен жеңдің. Сәбіз салат және алма. Ням-ням. Не болды?
аш қалдырмайым. Мына жапырақты жесең қайтет? Жарайт, бұл тағамды әзірлеп берем. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, Жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Табандылық. 19 бөлім. Қане, қоян шөп. Кешіріңіз, сіз менің алдыма тұрып алдыңыз. Меніңше қателескен сияқтысыз. Мен бірінші тұрғанмын, сосын... Кешіріңіз, байқамай қалдым. Білем. Иә. Кешіріңіз, мырза. Иә? Не? Сіз менің алдыма тұрып алдыңыз. Балдыр көк, бірақ мұнда қоян шөп сатылады. Менің алдыма тұрып алдыңыз деймін. Оның қашетіне, мен онсыз да бірінші тұрмын. Байқадым. Меніңше? Әрірек тұрыңызшы, маған бөгет жасап тұрсыз. Бірақ не? Сізге қоян шөп қажет пе? Қойыңызшы. Жарайт, асығыс емеспін. Флаттершай, өзіңді бұлай басындырмасаңшы. Онда тұрған не бар? Жоқ, олай деме. Бұлай болмайды. Мәселенің бәрі осында. Қандай мәселе? Өте бер, Пинки Пай, сен біріншісің. Міне, мәселе осында. Жасық болма, жетер енді. Жасық деймісің? Аңқау болмасаңшы, жаным. Ендігәрі өзіңді басындырма. Уәде бересің бе? Жарайт, уәде берем. Керемет. Түгетпейді, ала берсін. Қара да үйрен. Қане тоқташ, көркем пони. Кім? Мен бе? Әрине сен. Саған көркемсің деп айтпап беді. Жоқ, айтқан емес. Қызық екен. Маған бұл шұғеттеріңді көрсетші. Ғажап. Сендей мықты көрікті пони менің құрбыма мына қоян шөпті бер алмас бекен, Әрине. Көрдің бе? Соншалықты қиын емес. Солай шығар. Өте жақсы. Тізіміңде тағы не бар? Көрейік. Қызанақ бар екен. Мінекей? 2 тиын бересің, 1 тиын емес. Өткен аптада 1 тиын еді ғой. Қазір 2 тиын болды. Жарайт. Сізбен дауласқым келмейді. Сіз неге бұлай істейсіз? Өзгелердің ісіне араласпа, ұқтың ба? Қызанақ 2 тиын тұра ма? Біреуді жетеді. Мен 2 тиын дедім. 1 тиын. 2 тиын. 1 тиын. 2 тиын. 1 тиын. 2 тиын. 2 тиын. 1 тиын. 1 тиын. 1 тиын. 2 тиын. 2 тиын, 2 тиын. 1 тиын, соңғы рет айтып тұрмын. Ештеңе де бермеймін. Солай-ақ болсын, 1 тиын. Көрдің бе, бұл тіпті қызық болады. Иә, дұрыс айтасың. Сонымен, Флаттершай, тырысып көресің бе? Жарайт. Маған бұл шие керек. Сізде бір шие қалған жақсы болды. Мен көжегіме ерекше тамақ әзірлегелі жатырмын. Ол тағамды талғап жейді. Рецепт бойынша оны шиемен безендіру керек. Мінекей. Демек, сізге бұл шие аса қажет қой. Иә, аса қажет болып тұр. Ендеше 10 тиын бересіз. 10 тиын ба? Ей, көркем жігіт, сен ылғи дұрыс дейсің. Өйткені мықтысың, көктісің. Сондықтан понилерге жақсы қарайсың. Солай ма? 10 тиын бер. Бір шиеге ме? Бұл сұмдық қой. 11 тиынға сатуын керек. 11 тиынға ма? Ой, яғни 9 тиынға. Тоқтаңыз. Жарайды, 12 тиын. Бұл соңғы ұсынысым. Есіңіз дұрыс емес ау шамасы. 12-ге бересіз бе, жоқ па? Жарайды, келістік. Алмайсың, бір шиенің құны 12 тиын болмайды. Бірақ мен сенің істегеніңді істедім ғой. Бұл әрекетің жаман болған жоқ, алайда сауда жасаудан бас тартып кетіп қалғаның жөн. Бірақ Энджелді аш қалдыруға болмайды. Мен дұрыстап әзірлеп бермесем, тамақ
жемей қояды. Бұл шиені қайтсем де алуым керек. Ендеше 20 тиын. 20 тиын? О, бірақ менде ондай ақша жоқ. Олай болса, әуре болмаңыз. Мына шиені 2 тиын қалам. Келістік. Амал нешік, келесі жолы жасық болма. Мінекей, ала ғой, Энджел. Үстінде шие жоқ, ал басқасының бәрі сенің қалағаныңдай болды, Энджел. Энджел! Дұрыс, мен шынымен ақ жасықпын. Айрон Уилл сізге батыл жігерлі болу үйретеді. Семинар бүгін Шытырман орталығында өтеді. Селестия куәгер болсын, мен енді ешқашан жасық болмайын. Кешіріңіздер. Қандай әдемі! Керемет! Керемет көрініс болды! Тамаша! Қош келдіңдер, достар. Менің атым Айрон Уилл. Бүгіннен бастап жаңа өмірге аяқ басамыз. Жасық болудан жалыққан болсаңдар, жерде дүрсілдетіңдер. Момын болудан жалықсаңдар, жерде дүрсілдетіңдер. Семинар үшін ақша төлегілерің келмесе, жерде дүрсілдетіңдер. Не дейді? Бұл әзіл емес, достар. Айрон Уилл батылдық әдістемесіне риза болатындарыңа өте сенімді. Егер толық риза болмасаңдар, ешқандай ақша төлемейсіңдер. Бірақ Айрон Уиллдің әдістемесіне күмәнмен қарайтындарға жаным ашиды. Сен күмәнданбайсың ғой? Жоқ, күмәнданбаймын. Керемет! Бұл сендердің алғашқы сабақтарың, достар. Жасқанба, көзіме қара. Енді Айрон Уилл әдістемесінің бәріне қол жетімді екенін дәлелдеу үшін маған ерікті пони керек. Сіз, соңғы қатардағы пони. Кім? Мен бе? Сіз. Сахнаға шығуыңыз керек. Жарайт. Тап қазір. Жарайт. Сізді өткізбей жатыр ма? Сонда не істеуіңіз керек, а? Әдеп сақтап оны айналып өтем. Жоқ. Ақырын басып айналып өтем. Жоқ. Үйге кетемін де ертең қайтып келем. Жоқ. Біреу жол бермесе, бұрылып кетуші болмаңыз. Кешіріңіз. Кешірім сұрамаңыз. Батыл болыңыз. Сіз шегінбейсіз, тек қана шабуылдайсыз. Көзіңе тура қарап жүрмейсің бе? Ендігі кезек сіздікі. Келесі жолы шетке шығыңыз. Әйтпесе мен сізді соғып кетем. Сонда сізге соққаным үшін кешірім сұрауға мәжбүр болмаймын. Көрдіңдер ме, достарым? Егер менің әдісім мына кішкентай жасық пониге көмектескен болса, онда бәріңе көмектеседі. Қане, Өте жақсы. Мен Айрон Уилл айтқандай жаңа шабуылға дайынмын. Кешіріңіз. Сіз менің гүлдеріме суды көп құйып жібердіңіз. Тағы ма? Маманға сенім артыңыз. Мен жасық емеспін. Бұлбылыққа жол бермейм. Жарайды. Мүмкін осы суда жеткілікті шығар. Рахмет. Алақай, қолымнан келді. Атақты болу өте қиын. Қорқпа, әзілдің бірін маған айт.
Мен бәріне күле берем. Жақсы, есек пен қашыр елсіз аралға тап болыпты. Кешіріңіздер, арбаны әрірек тартыңыздаршы. Я, қазір әңгімемді аяқтай салайын. Сөйтіп есек қашырға бұлай депті. Өтінем, мен өте алмай тұрмын. Я, қазір сөйтіп есек қашырға айтыпты. Шегінбейсіңдер, тек шабуылдайсыңдар. Сөйтсе ол бұлай депті. Ей, жарай, жол береміз. Не болды? Иә. Ал, сізге не керек? Келесі. Мұныңыз не? Сіз не, мені көрмедіңіз бе? Иә, мүмкін. Мүмкін дей ме? Қазір көрсетейін. Қане, тез кезектің соңына тұр. Эй, мәссаған! Сен сондай батылсың, керемет. Әлгі құбыжық үлкен іс тындырыпты. Айрон Уилл құбыжық емес, Минотавр, нағыз шебердің өзі. Оның тамаша әдістемесі бар. Жақсы, шынымен ақ өзіңді басқаша ұстай бастапсың. Сен мүлде жаңа Флаттершайсың. Иә, оның рас. Және мен өз ісіме сондай ризамын. Ал бұрынғы Пинки Пай жаңа Флаттершайды мақтан етеді. Және оған жеміс шырынын береді, ішесің бе? Қанеки, іш. Маған күліп тұрсың ба? Ендеше өзіңе сол керек. Кездескенше. Неткен ғажап күн. Такси. Бұлай болмайды. Ойынға қатысам, өзімдікін алам. Жаңа Флаттершайға ешкім қарсы келе алмайды. Ешкім қарсы келе алмайды. Бұрынғы Пинки Пай жаңа Флаттершайдың сондай жақсы екеніне сенбейді. Бұрынғы Рэрити де сенбейді. Сен жаңа Флаттершайсың. Бүгін сенің күнің. Және оны сенен ешкім тартып ала алмайды. Менікі дұрыс па? Я. Не? Ол басқа хаттарда келіпті. Тағы да. О, Жаңа Флаттершай өзіне басқа хаттарда келгеніңізді қаламайды. о, тағы шатастырып алғанмын ғой. Кешіріңіз. Кім кешірім сұраса, сол кінәлі боп саналады. О, кешіріңіз, Панивилия мұнарасына қалай баруға болады? Әрине, сіз... О, ал керек болса. Маған зиян келтірдің. Естігін келгені осы ма? Флаттершай, мұның не? Мұндай дөрекі болмасаңшы. Оның жаңа Флаттершайға не істегенін көрдіңдер ме? Ол жаңа Флаттершайды момын деп ойлады. Жоқ, олай емес. Біз бәрін көрдік қой. Біздің ойымызша сен тым шектен шығып кеткен сияқтысың, Флаттершай. Не? Сендер жаңа Флаттершайдың бұрынғыдай жасық болғанын қалайсыңдар ма? Бірақ бұрынғы Флаттершай енді жоқ. Жаңа Флаттершай, бұрынғы Флаттершай. Мерімді Флаттершайға не болды? Бізге сол Флаттершай керек. Жоқ, сендерге жасық Флаттершай керек. Сендерге аңқау Флаттершай керек. Сендерге ойларға келгенді істеуге болатын Флаттершай керек. Тым көп Флаттершайды бақылау мүмкін емес. Доғарыңдаршы. Ақымақ басыңмен ештеңе түсіне алмайсың, Пинки Пай. Дәл осы жерде доғар, Флаттершай. Бұлай тіл тигізуге болмайды. Неге? Ұсқынсыз деген сөз саған жарасады, Рерити. Сәнен тым артта қалғаныңды ұмытпа. Ей, жетер енді, ол сәнді жақсы көреді. Ал сен нені жақсы көресің? Торттарды ма? Мерекелі қалпақтарды ма? Мәссаған, Панивилдің ең ақымақ понилері жаңа Флаттершайға қалай өмір сүру керегін үйреткілері келеді. Өздері болса мүлде ешкімді қызықтырмайтын мәнсіз нәрселермен айналысады. Енді тек жаман Флаттершай ғана бар. Құбыжық Айрон Уиллдің сені бұлай өзгертіп жібергеніне сен алмай тұрмын. Айрон Уилл құбыжық емес, ол Минотавр! Құбыжық деген мен.
Fluttershy, sen үйдесің бе? Бұл Pinkie Pie мен Rarity ғой. Жаман Fluttershy тағы бірдеңе білдірмей тұрғанда кетіңдер. Қымбаттым, біз бір-бірімізге артық сөз айттық. Біз? Тыныш. Пинкидікі жөн, бәріне мен кінәлімін. Алаң болмаңдар, мен енді ешқашан үйден шықпайым. Үйде қамалып, аузымды жауып отырсам, бәрінің жандары жай табады. Fluttershy, біз сені кінәлемейміз. Бәріне әлгі Iron Wheel'дің жағымсыз кеңестері кінәлі. Өзіңді бұлай дөрекі ұстауға сол мәжбүр етті. Яғни хақыңды басқаша да даулауға болады. Бәріне айқайлаудың қажеті жоқ. Түсінемісің? Иә, жексұрын боп көрінбей-ақ өз дегеніңе жетуге болады. Білмеймін, қолымнан келер ме екен. Батыл болуға тырыссам, құбыжыққа айналып кетейім. Құрбым-ау, сен құбыжық емессің. Құбыжық деген анау. Менің атым Iron Wheel, біраз жұртқа сабақ бердім. Дәл тауып айттыңыз ғой. Құрбыларың менің кеңесімді қатты жақсы көреді. Ол енді понилердің бос сөзін ұнатпайтынын білем. Iron Wheel өзінің ақысын алғысы келеді. Fluttershy онымен сөйлеспеу керек. Сіздей құдіретті, батыл, ауқатты құбыжық. Яғни Минотавр, ақысын алмай қоя тұруға болмай ма? Кейінірек келе аласыз ба? Сен әзілдеп тұрсың ба? Fluttershy уақытында төлеген жоқ. Ақша маған дәл қазір керек. Неткен дөрекі! Fluttershy қазір үйде жоқ. Бір жерде көңіл көтеріп отырған шығар. Күте тұрыңыз, біз оны тауып келейік. Мен біраз азық-түлік сатып алуым керек. Iron Wheel түстен кейін келеді. Бұл уақыт жетпейді. Бізге тым құрғанда бір күн керек. Iron Wheel сендерге жарты күн мұрсат береді. Бір күн. Болды. Жарты күн. Бір күн. Жарты күн. Жарты күн. Бір күн. Жарты күн. Болды, деймін. Бір күн мұрсат берем. Болды. Бір күн. Жарайды. Ертеңге дейін. Тоқтай тұр, не? Оны іздеудің керек жоқ сияқты. Ақшамды дәл қазір алам. Біз келісіп едік қой. Ертең келесіз. Біреу жол бермесе, бұрылып кетуші болмаңыз. Сен ақшамды кешіктірдің. Сен бейшар едің. Iron Wheel сені сұлым, табанды құралға айналдырды. Iron Wheel'ге қарыз ақшаңды төле. Жоқ. Не? Сен не дедің? Жоқ. Енді аяушылық күтпе. Өйткені ақшасын алмайынша, Iron Wheel сені аяусыз қинайды. Ұқтың ба? Ұмытпасам, сіз 200% нәтижеге кепілдік бергенсіз. Әйтпесе, ақы төлемейсіңдер дегенсіз. Қысқасы, мен риза емеспін. Риза емесі қалай? Бұған понилердің бәрі әрқашан риза болатын. Демек, мен бірінші понимін. Нәтижеге риза болмағандықтан ақша төлеуден бас тартам. Солай. Мүлде риза емес екеніңе сенімсің бе? Өзара келіссек болар еді. Екеуміз де саналы тіршілік иесіміз, солай ма? Кешіріңіз, бірақ болмайды дедім бе, болмайды. Болмайды дейсің бе? Мұндай сөз естіп көрмеппін. Есте сақтау керек екен. Бұл сөз кейін керек болуы мүмкін. Саған риза болдым. Оны жөнге салдың. Және мүлде өзгерген жоқсың. Бұл біз бұрыннан жақсы көретін Fluttershy ғой. Біз оны сағындық. Жақсы, бұрынғы Fluttershy мәңгі көралды. Бәрі былай болғанына өкініп тұрмын. Доспыз ба? Доспыз. Құрметті Селестия ханшайым, жазық болсан кейде өзгеден қорғану қиынға соғады. Мен өзгеруге тырыстым, бірақ өзіме бұл мүлде ұнаған жоқ. Және табанды болу үшін өзгерудің керегі жоқ екенін түсіндім. Мен енді дөрекі зұлым болмай-ақ табанды бола алам.